Сіздер «Экология без паники» подкастын тыңдап отырсыздар. Біздің 4-ші маусым экология қатысты тұжырымдар мен мифтерге арналған. Экология қатысты бізді жеке өзімізді алаңдататын да, сіздерден келіп түсетінде сұрақтар бар. Біз фактілерді тексереміз, сарапшылармен сұхбаттасамыз және нақты жауаптарды табамыз. Сондықтан тексеңіз келетін тұжырымдарды комментарийге жаза беріңіздер. Барлықтарыңызға үлкен сәлем. Сендермен бірге подкаст сізде сүйсіндіріп тыңдайтын шығар деген үмітпен «Экология без паники» және оның жүргізушілері мен Пакизат және әріптесім Михаил. Бүгін бізде тақырып өте қызықты, өте өзекті және өте глобалды деп айтса да болады. Я, Миша, өткені бұл шынымен де үлкен мәселе ғой. Қалай ойлайсың? Және оның тақырыбы микропластик. Біз осы тақырыпқа арнайы маманды, зерттеуші және ғалымды шақырдық. Оның есімі Дана. Дана ханым бізге көп ақпарат айтты және біз бұл эпизодпен мақтанатынымыз жағдайдың бірі. Дана ханым тез келісіп, тез уақытты белгілеп және барлық бүкіл біз қойғымыз келген сұрақтың бәріне жауап бергеніне қатты риза болдық. Сондықтан Дана ханым, сізге үлкен рахмет. Дананың парақшасы бар, Дана Жақсылықова, Инстаграм парақшасы бар, сілтемеге енгізіп қоямыз. Жазылыңыздар, өте қызықты ақпарат айтады. Және ол Қазақстан тумасы, Павлодарда туылған, бірақ соңғы 2 жылдан бері Германия елінде тұрады. Сол жақта жұмыс жасайды, оқиды және оның тақырыбы, зерттеу ғылыми тақырыбы микропластик. Өте қызықты. Сондықтан егер Дана ханым даусын естеймін десеңіз, орыс тілде біздің эпизодымыз бар. Ол 12-ші эпизод, ал бүгін сіз 13-ші эпизод қазақ тілде тыңдап отырсыз. Миша, мен бастаймын, я, бүгін біздің... Паки, тоқта, сен не дедің, Павлодарда туған? Ой, да, Павлодар деп жазып қойдым. Арауда қойыл. Ол деді Арауда туды немесе тұрады. Точно, надо, блин, это вырезать. Сонымен экология. Вырезать такой. Арал тумасы мә. Мен қалай жазған мен қай бетімен оқыдым мен бір жағынан дұрыс шығар, я, Миша, сен мені үстіп қателігімді түзегенің. Арал есіме түсті. Дана ханым айтты ғой, мен арал мәселесін кішкентай кезімнен білем деді ғой. Точно. Кешірім сұрайым. Сондықтан сіздер орыс тілде эпизодты тыңдау керексіздер, достар. Ал енді мен бастайын. Негізі осы орыс тілінде біз көп сұрақ қойғанымен осы очередность дейді ғой, сақтап қойдық. Біз негізі тақырыпты бастаған кезде ең бірінші микропластик деген не деген сұрақтан бастадық. Өйткені көбісі біле бермейді. Мысалы біз қоқыс мәселесін білеміз, я, ол туралы көп эпизод жаздық, айттық. Және пластик деген оның мәселесі үлкен болғандықтан оның көлемі үлкен, я, және пластик деген көп жыл ыдырайды, шірейді деген сондай мәліметтер, мағлұматтар бар. Бірақ түбіне келген кезде пластиктің мәселесі ол микропластикке шірігендіктен, бөлінгендіктен оның мәселесі зор болып тұр ғой. Сондықтан микропластик не деген сұраққа бізге Дана ханым осылай жауап берді. Микропластик бұл мөлшері 5 миллиметрден аз пластик бөлшектері болып саналады. Және негізі андай глобалды түрде сол микропластик 2 түріне бөлінеді. Ең бірінші ол бастапқы микропластик және екінші микропластиктерде бөлінеді екен. Олардың айырмашылығы неде? Бастапқы микропластик, бұлар бастапқыда кішкентай сондай мөлшерінде келеді. Мысалы, ол косметикада кездеседі, тіс пастасында және тұрмыстық химияның ингредиенттерінің ішінде қоспалы ретінде қолданылады. Олар шығарылған кезде тура сондай кішкентай мөлшерімен, размерімен дейді ғой, солай шығарылған. Ал екінші түрі, екінші микропластиктер, олар үлкен, мысалы біз кәдімгідей білетін бөтелке, я, басқандай үлкен заттар, тазик, шелек деген, я, олардың бөлшектері ыдырауына андай ыдыраған кезде сол кезден микропластик пайда болады. Қарапайым тілмен айтқан кезде. Осы микропластик не деген кезде осындай сұрақтың жауабын алдық және менің өзім жеке ойым, мысалы біз оны солай бөлінеді деп ешқашан ойламаппын. Біз Данадан сұрадық. Бұл мәселе туралы әлем қашан айта бастады? Дана өзі қашан қызға бастады? Бұл термин
алғаш рет 20 немесе 30 жыл бұрын пайда болған. Оны мұхит пен теңіздегі ластану туралы жазған ғалым қолданған. Микропластик пен пластик туралы ғылым өте жаңа сала, бірақ пластик біздің өмірдің әр жерінде болғандықтан бұл ғылым өте маңызды. Дана бұл айтты. Микропластик пен жалпы пластик мәселесі бакалавриатта да, экология пәнінде де оқытылмаған. Ол микропластик туралы ғылыми мақалаларды оқи бастағанда қатты таңғалған, шок болған. Микропластик барлық жерден табылған, биік тауларда да, терең теңіздерде де, алыстағы аралдарда да кездескен. Тіпті ешқашан пластик қолданбаған адамдардың қадынан да табылған. Ең таңқаларлығы микропластик алда да, бұлтта да бар екен. Ол микропластиктің күтпеген көздері бар екенін білді. Косметикада арнайы қоспа ретінде қолданылады. Сағыз негізінен пластиктен жасалған, қағаз стакандар мен алюминий банкалардың ішінде пластик қабатты болады. Осыдан кейін Дана Қазақстанда өз зерттеуін бастады. Я, тура осылай болды. Негізі қызық осы Дананың эволюциясын қарау. Ары қарай да өте қызықты сұрақтар болды, бірақ қазір біз сізге әсіресе мен осы микропластиктің негізгі көздері қайдан пайда болады деген сұраққа жауап алдық Дана ханымнан. Ең бірінші ол әрине тұрмыста пайда болады. Тамаққа қатысты барлық нәрсе, оның ішіне ыстық тағаммен жанасатын пластик ыдыстары, зақымданған кезде жабыспайтын табалар, кастрюльдер, және пластик кесетін тақтайлар, киім жуу да үлкен көз болып табылады, сол микропластиктің пайда болуы. Бірақ микропластик үйге тікелей емес суға түседі, я. Өйткені көбінесе сумен араласқандықтан көбісі осында үлкен көлемі ол сумен кетеді. Табиғатта мысалы ол қалай пайда болады? Ол автомобиль дөңгелектері арқылы көп шиналардың және жолмен механикалық әсерлесуден салдарынан пайда болады. Қаптама, әсіресе сол тамақ өнімдерінің пластикалық қаптамасы да үлкен көз болып табылады. Енді микропластиктің ең ірі көзі жеке әсер ету тұрғысынан ол ас үй. Сол бағана айтқан ыстық заттармен бір рет қолданылатын пластик заттары, мысалы кофеге арналған бір реттік стакандар, ортасында білмейтін болсаңыздар, сол пластик пленкасы бар. Сол мысалы миллиондаған және миллиардтаған микропластик бөлшектерін бөліп шығару мүмкін екен. Сондықтан микропластик қайдан пайда болады деген кезде сіз осы жауапты біле аласыз. Ал мен енді микропластик біздің ағзаға қалай түсетінін айтып беремін. Дананың айтуынша 3 негізгі жолы бар. Тері арқылы, асқазан арқылы, тамақпен бірге жеп қою, тыныс алу арқылы, ауа арқылы ішке кіреді. Біз көп мөлшерде микропластик жейміз. Пластик ыдыс, бөтелкедегі су, тіс щеткасы, ерін бояулы, сағыз, бұлардың бәрінде микропластик бар. Тіпті үстелдегі балықтың ішінде көкөніс пен жемістен де табылуы мүмкін. Микропластик барлық жерде бар. Адам өмірінен пластикті барынша алып тастаса да, ол бәрібір ағзаға түседі. Микропластик аудада да бар, ал жабық бөлмелерде оның мөлшері далаға қарағанда әлде қайда көп. Австралиядағы соңғы зерттеулерге қарағанда шаңның шамамен 39% пластиктен тұрады. Оның көп бөлігі синтетикалық маталардан шыққан талшықтар, кілем, перде, диван сияқты заттардан. Дана бізге растады. Микропластик адамның қанынан, миынан, ана сүтінен және басқа да мүшелерінен табылған. Зерттеулер әлі жаңа болғандықтан микропластиктің адамға нақты зияны дәлелденген жоқ. Бірақ ғалымдар оның мүмкін болатын зияны туралы айтып жүр. Көбіне эндокриндік аурулар туралы айтылады. Бұл пластик жасалғанда қосылатын химиялық заттарға байланысты. Ең үлкен мәселе, пластик қай жерде болса, сол жердегі химиялық заттарды өзіне сіңіреді. Сондықтан, ұзақ уақыт табиғатта жатқан микропластик нағыз химиялық
коктейль болуы мүмкін. Ал енді тыңдаушылар, сіздер осындай ақпараттан кейін қорқып отырған жоқсыз ба осы микропластиктен? Өйткені біз эпизод жазған кезде, мысалы, сол кезде мен орыс тілінде айтқам, шынымен де менің ондай үрейім одан сайын көбейіп кетті. Өйткені шынымен қарап тұрсақ, пластик бүкіл өмірімізде бар ғой, және оның әсері қалай пайда болуы, тез ағзамызға сіңіп кетуі өте, білмеймін, менің ойымша бұл мәселе менің миымда одан сайын үлкейіп кетті. Сондықтан бір үрей пайда болғандай болды. Дегенмен де Дана ханым бізді жұбатты, үрейлерін төмендетіңдер, өйткені сендердің подкасттың аты сондай, сендер ондай үрей тудырмау керексіңдер деген осындай күшті жай болды. Сондықтан егер осындай сезім сіздерде пайда болса, уайымдамаңыздар, ары қарай біз сізге осы мәселені шешу жолдары қандай екенін айтамыз. Ал әзірге мен сізге қазір сол микропластиктің негізгі зияны, әсіресе адам ағзасына қалай болады деген сондай сұрақты қойдық Дана ханымнан, өткен ол ғылыммен айналысады ғой. Және Дана ханымның айтуы бойынша микропластиктің осы адамға нақты зиянын дәлелдейтін зерттеулер әзірге жоқ. Бірақ онымен қатар сол зертханалық жануарларда зерттеулер жүргізілуде, және олар болып жатыр, нәтижелерін алып жатыр, және көп сүйенетін ақпарат сол зертханалар болған дәлелден келді бізге. Бірақ адамға не үшін біз нақты тікелей дәлелін көре алмаймыз, сол ғылыми түрде зерттеу ретінде, өткен оған көп ұзақ уақыт керек. Мысалы, сондай ақпарат бізге айтты. Және сол бағана Миша айтқан қандай алу көздері, микропластик қалай біздің ағзамызға жететін бәрін сол туралы қайталап айтып берді. Және тағы да қай жағынан тікелей зияны бар. Мысалы, ағзаға түсу, бағана Миша айтқандай сол тіс пастасынан, щеткасынан шыққан микропластиктер содан кейін тазарту құрылыстарынан түсіп көптеген токсиндерді жинайды, және балықпен желініп қалуы мүмкін, кейін адам дастарханына түседі, және әртүрлі зиян келтіруі мүмкін. Және микропластиктің түрінің қауіптілігі дәрежесіндегі айырмашылық қалай болады? Мысалы, оған көптеген факторлар әсер етеді, және адамдардың зерттеулерінің жоқтылығына байланысты нақты айту қиын. Бірақ кейбір пластиктер, мысалы полипропилен, біз білетін ПП, біз оны ПП деп айтамыз, пятерка дейміз, номер 5 деп айтамыз. Сол басқаларға қарағанда азырақ микропластик бөлініп шығару мүмкін. Сол басқа пластик дегенде, мысалы ретінде сол ПП мен ПЭТ, кәдімгідей біз білетін пластик бөтелке, сонымен салыстырған кезде, мысалы, сол полипропилен сол микропластикті азырақ бөледі екен. Мүмкін сондықтан шығар біз осы ең қауіпсіз пластиктің түрі сол ПП деп айтамыз деген сондай менде ой тұжырым пайда болды. Сондықтан осындай кішігірім ақпарат. Миша, ары қарай өзің жалғастыр. Біз микропластикпен өмір сүруге бейімделе аламыз ба? Бұл сұрақ көп талқылауға себеп болып жатыр. Табиғаттың пластикпен бірге өмір сүруді үйреніп жатқан мысалдары да бар. Мысалы, кейбір шаяндар мен моллюсктер пластикті баспана ретінде пайдаланады. Тағы бір мысал пластигломерат. Бұл вулкан атқылауынан кейін пайда болған тас пен пластиктің қосындысы. Яғни табиғат пен пластик бірігіп жаңа зат түзген. Өте ұсақ ағзалар табылды. Олар пластик жей алады. Ғалымдар кейбір саңырау құлақтардың генін өзгертіп, пластикті ыдыратуға үйретті. Яғни табиғатқа жеткілікті уақыт берілсе, ол микропластикке бейімделе алады. Ал адам ағзасы бейімделе ала ма? Бұл әлі белгісіз. Тағы бір қызық нәрсе, микропластиктің қандағы мөлшерін анықтайтын тест жиынтықтар пайда бола бастады. Мысалы, плазматокс деп аталатын тест бар. Бұл экспресс-тест сияқты. Адам өз қанының үлгісін алып, зертханаға жібереді. Әзірге бұл тест нақты нәтиже бермейді, бірақ осы бағытта зерттеулер жалғасып жатыр. Енді қазір біздің сұрағымыз қандай болды? Дана ханымға осы микропластикпен күресу қандай жолдарын білесіз, танисыз, не болып жатыр қазір бүкіл әлемде? Ол кісі енді Европада тұрады, ол жақта мүмкін бір үлкен шешімдер бар ма деген сондай бізде ой болды. Осы сұрағымызды қойдық, және Дана ханым бізге өте қызықты ақпараттар айтты. Мысалы, сол пластикті реттеулер жайлы, елдер деңгейінде сол пластик өндірісін реттеуге тырысуда, бірақ пластиктің үлкен экономикасына байланысты мұндай реттеулер
көлемдегілер аз. Мысалы сол көлемін шығару, өндіру, көлемін азайту деген. Және косметикада сол айтқан микропластик туралы қандай заңдар бар деген осындай жауапқа, мысалы Америкада және Европада косметикадағы микропластиктің кейбір түрлеріне, мысалы глиттер, сол түріне қолдануға тыйым салынған ресми түрде. Су тазарту станцияларына келсек, ол жерде микропластиктің бөлуіне шектеулер жоқ. Сол станциялардың микропластигі 80%-ға дейін тазарта алса да, миллиардтаған бөлшектер әлі де суға түседі екен. Сондықтан бұл жақта менің ойымша әлі де үлкен жұмыс қажет болады. Сол су тазарту станцияларының қалдықтарын микропластик қоқысқа тасталатын немесе ауыл шаруашылығында тыңайтқыш ретінде қолданылатын шөгінде қалады. Бұл шөгінде микропластиктің құрамы тексерілмейді. Мүмкін сіздер білмейтін шығарсыз, сол су тазарту станцияларынан орысша айтқанда ил қалады ғой, соның құрамында осы микропластиктің мөлшемі көп екен. Сол мысалы сол шіру процесіне де мүмкін бір кері әсерін келтіреді ма деген сондай ой да бар. Мысалы тағы да өсімдіктер мен тамақ тізбегіне әсері қандай? Өсімдіктер топырақта микропластикті сіңіріп алу мүмкін. Бұл күн сәулесінің физикалық тұрғыдан бөгеп, фотосинтез тиімділігін 7-12%-ға дейін төмендетеді. Мысалы, мен үшін бұл шок ақпарат болды. Қалай сонда? Бұл жыл сайын 100 немесе 360 миллион метрикалық тонна азық түлкі дақылдарының жоғалуына әкелуі мүмкін. Ойлап қараңызшы, тамырмен, сол сумен, тамырмен сол микропластик өсімдікке сіңеді, және бұл сол фотосинтездің процесін болуына кедергі әсерін беріп, ол мысалы өсімдік өліп қалуы мүмкін, немесе толықтай бүкіл циклын жоғалтып алуы мүмкін. Мысалы, мен ойымда бұл өте мынандай бір жоғары күрделі бір картина болып кетті. Енді келесі үмітсіздік сезімі және позитив туралы бағана айтты, Дана ханым. Сонымен қатар осы микропластиктің мәселесін ерте кезеңде анықталды дейді. Бұл өте жақсы нәрсе, және ғалым дамып келе жатыр. Және экологияға жан ашыр адамдардың сандары көбейіп жатыр, экобелсенділер көбейіп жатыр. Міндетті түрде бір үлкен масштабты шешімдер болады. Және сол бағана қайталап айтып кетейін, біз микропластик мәселесін қалай орыс тілінде айтады ғой, мы признали дейді ғой, біз оны сеземіз, біз оны білеміз, және соны уақытында анықтап алдық. Бүгін микропластикпен күресуге арналған бір қатар стартаптар бар. Мысалы, микрокөпіршік технологиясы Microbubbles деген судағы микропластикті жою адысы. Бұл адыс пластиктің суды ұнатпайтын қасиетіне негізделген. Гидрофобия деген. Микропластик арнайы жасалған ұсақ көпіршіктерге жабысады. Содан кейін бұл көпіршіктер судың бетіне көтеріледі, ал пластикті сол жерден оңай жинап алуға болады. ақш-тағы Cleaner компаниясы кір жуғыш машинаға қосылатын фильтр ойлап тапты. Бұл фильтр кір жуған кезде бөлінетін микропластиктің шамамен 99%-ын ұстап қалады. Фильтрді оңай ауыстыруға болады. Жиналған пластикті арнайы жерде тапсыруға болады. Қазір бұл фильтрлер студенттер жатақханаларына орнатылып жатыр. Жақында шетелдік нарыққа да шығуы мүмкін. Бір стартап су тазарту станцияларына орнатылатын шағын құрылғы жасап шықты. Бұл құрылғы судың ішіндегі микропластиктің мөлшерін тез әрі арзан тексеруге көмектеседі. Бұл маңызды қадам. Себебі қазіргі әдістер қымбат және көп уақыт алады. Дана жұмыс істейтін команда мобильді қосымша жасады. Қосымшаның атауы микропластик фри. Бұл қосымша арқылы адамдар киім, косметика, тамақ өнімдерінің қаптамасын сканерлей алады. Қосымша сол затта микропластик бар ма, жоқ па, соны көрсетеді. Сондай-ақ күнделікті микропластик көздері туралы пайдалы ақпарат береді. Миша, мен ойладым, есіңде ма, Дана бізге айтып еді ғой, осы қосымшаны ресми түрде шығардық деп. Мүмкін сілтемесін тоже енгізіп қоямыз, қалай ойлайсың? Әрине. Тыңдаушылар осы қолтаңбаны қолданып көрсеңіздер болады. Мен шын айтам, әлі үлгермедім оны жүктеп алуға. Сондықтан өзіме де өте қызық, қалай жұмыс істер екен. Сондықтан сіздер де соны қолдана аласыздар, біз сілтемені қалдырамыз. Сонымен осы эпизодымыз тамам болды.
барынша қазақ тілде осы микропластик жайлы бүкіл ақпаратты беруге Михаилмен тырыстық. Сондықтан кері байланысты сіздерден күтеміз. Комментарий ретінде, лайк ретінде, сторис, репост ретінде салсаңыздар болады. Біз әрдайым бәрін көреміз. ютубта мысалы өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Қаншалықты көп инсайт болды, ақпарат болды. Егер бізді қолдаймын десеңіздер, сіздер оны әрдайым Patreon немесе Boosty платформаларына жасай аласыз, ақшалай түрінде. Сондықтан осындай ақпарат, өз ойым, Миша да онымен келісетін шығар. Миша өте қызық болды, шыны керек. Кәдімгідей андай тірі ғалыммен осындай күрделі мәселе туралы сөйлесу шынымен үлкен мәртебе болды бізге. Сондықтан Дана ханым, осыны тыңдап отырсаңыз, сізге үлкен тағы да бір рахмет. Миша, сен қосасың ба өзің бір әсерлеріңді сонымен эпизодты? Менің ойымша бұл 4-ші маусымда микропластик туралы ең маңызды, ең пайдалы эпизод деген. Келсем, шынымен де ең мынандай бір бомба дейді ғой, тура сондай эпизод болды. Сондықтан маған да көп жаңа ақпарат болды. Шыны керек. Сондықтан достар, құрметті тыңдаушылар, сіздермен бірге келесі эпизодтарда кездескенше сау болыңыздар. Ал сіздермен бірге болған мен Пакизат және әріптесім Михаил. Сау саламат болыңыздар.